ақш-та алғашқы қазақ мектебі ашылды. Армысың қазақ елі, назарда экспресс жаңалықтар, бізде бар болғаны 1 минут, кеттік. Мектеп Филадельфия қаласында ашылды. Қуанышты жаңалықпен Инстаграмда Жұлдызай Исмаилова бөлісті. Ол Пенсильвания штатындағы Қазақ-Американ қауымдастығының президенті. Мектеп сол ұйымның мұрындық болуымен ашылған екен. Білім ордасында ақшта туған немесе Қазақстан, Монғолия және Қытайдан көшіп келген қазақ балалары оқитын болады. 6 мен 16 жас аралығындағылар. Мекеме балалар өз туған тілін, дәстүрі мен тарихын ұмытпас үшін ашылған. Оқушылар қарқынды түрде қазақ тілін, әнұранын, Құран сүрелерін жаттайды. Домбыра тартып үйренеді. Ашылу салтанатына лента кесіліп, шашу шашылды. Видеода көрінгендей әрбір кабинетте Қазақстан туы ілініп тұр. Ал домбыраны балалар текеметтің үстінде отырып үйренеді. Керемет. Қазақ елі, Америкадағы алғашқы мектебіміз құтты болсын. Жерлестерімізге сәттілік, ал ақпараттың толық нұсқасы Экспресс-ка сайтында.